Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағына ашық сабақ өтейік деп отырмыз. Орнымыздан тұрып, не айтамыз бір-бірімізге? Тілегімізді айтайық. Орнымыздан тұра қойыңдар. Тілерімді жүрекпен, ақ елді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Бүгінгі сабақта мен үш топқа бөліп отырмын балалар. Байқап отырған шығарсыңдар. Бірінші топ жалын тобы, екінші топ сұңқар тобы және үшінші топ болашақ тобы. Сұрақ жауап әдісін пайдаланып, мен сіздер сұрақтар қойын, өткен тақырыптарды қайталап пысықтайық. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Сөйлеу құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз. Жақсы. Тұрлаулы мүше дегеніміз не? Тұрлаулы мүше дегеніміз бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүшелерге жатады. Тұрлаусыз мүше дегеніміз не? Елнұр айтады. Сөйлемдегі бастауыш баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер дейді. Бастауыш дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз не? Ерсұлтан айтады. Қимыл іс-әрекеттерін иесін білдіретін сөздерді бастауыш дейміз. Оның сұрақтары кім, кімдер, несі, нен, Не? Нелер? Нелер, кімі, Кімің? кімің деген сұрақтарға жауап береді. Отыра ғой. Баяндауыш дегеніміз не? Баяндауыш дегеніміз не? Бір ғана айта қойшы. Бастауыштың ісін қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш дейміз. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Қай кезде сіз қыша қойылады? Бастауыш пен баяндауыш зат есіміне тұрса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Жақсы, тамаша. Енді біздің бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз. Балалар, бері қарап отырамыз. Жай сөйлем дегеніміз, бір ғана тиянақты ойды білдіретін жеке сөйлемді жай сөйлем дейді екенбіз. Осы жай сөйлем екіге бөлінеді екен балалар. Жалаң сөйлем және жайылма сөйлем. Жалаң сөйлем дегеніміз бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді екенбіз. Мысалы, Санжар оқыды десек, бұл жерде Санжар бастауыш оқыды деген баяндауыш болып саналады екен. Енді осы жайылма сөйлем дегеніміз, ол бастауыштан, баяндауыштан және тұрлаусыз мүшеден тұрған сөйлемді жайылма сөйлем дейді екенбіз. Жалаң сөйлемді жайылма сөйлемге айналдыру үшін, мысалы, Санжар кітапты оқыды десек, ол жайылма сөйлем. Яғни біздің бүгін өтетін тақырыбымыз соның не екен? Жалаң сөйлем және жайылма сөйлем. Жалаң сөйлем тек қана бастауыш пен баяндауыштан тұрды. Жайылма сөйлем бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшеден тұрады екен. Енді осыны ары қарай толық түсіну үшін оқулықтарымды ашыңдар. 112-ші беттегі 36-ші жаттығуды қарайықшы балалар. Бәрінде ашылып тұр ма? Енді осыны тізбектеп оқиық 36-ші жаттығудағы мәтінді. Аяна бастай ғой. Бейнелеу өнерінің табиғаты бейнеленген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бірақ сөйлем. Гүлім оқар ғой. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Тоқтайды. Енді мысалған оқып. Пейзаж маған өте ұнайды. Ары қарай. Дұрыстан оқыш. Келесі сөйлем. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Ары қарай сезім оқып. Суретте қозғалмайтын заттар да бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Енді осы мәтін бойынша мен сұрақтар қоямын, сұраққа жауап береді екенбіз. Пейзаж дегеніміз не? Бірінші топ жабық тобы. Пейзаж дегеніміз не екен сонда балалар? Оқыдық қой қазір мәтінді. Ал пейзаж дегеніміз не? Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнеленген өнерін пейзаж деп аталады. Портрет дегеніміз не? Сұңқар тобы. Портрет дегеніміз не? Бір ғана айта ғой. Егер суретте адам бейнеленсе, портрет деп аталады. Үшінші топ. Болашақ тобы. Натюрморт дегеніміз не екен? Жанир айтшы. Суретте қозғалмайтын заттарды натюрморт деп атаймыз. Жақсы. Енді осының ішінде қарамен жазған сөйлем бар екен балалар. Соны тақтада орындаймыз. Дәптерлерді ашыңдар. Бүгінгі күн жазамыз.
24-ші желтоқсан сынып жұмысы азат жолдан әдемі жазамыз. Көптен жазыңдар, әдемі жазыңдар. Кіші, екі жолын шығып кетпесін. 24-ші желтоқсан сынып жұмысы. Содан кейін көптен жазуға мына мақал жазып қойыңыз. Енді балалар болса, мына 36 жаттығуда бізде мына қарамен жазылған сөйлемді не қыл деген? Жазып, оны сөйлем шешімдеріне талда депті. Сондай тапсырма бар, иә? Мен сол тапсырманы орындау үшін аптада осы жаттығуды орындайық. Енді сөйлем шешімін талдаймыз. Сұрағын қоясыңыз. Пейзаж маған өте ұнайды. Ол жалаң сөйлем бе, жоқ жайылма сөйлем бе? Бұл жалаң. Ой, жайылма сөйлем. Бұл жайылма. Бұл жайылма Жа сөйлемге жатады. Қандай сөйлемге жатады? Жайылма сөйлемге жатады. Сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырады екен. Жалаң сөйлем тек қана бастауышпен баяндауыштан тұрды ғой, бала, солай ма? Жалаң сөйлемге кім айналдырып береді маған жазып? Бұл қандай сөйлем болды сонда енді? Жалаң сөйлем ол. Өйткені ол неден тұрды? Өйткені ол бастауыш пен баяндауыштан тұрды. Ал енді бала кішкене сәл дем алып, серпу сәтін жасап жібереді. Әр топқа тапсырма берем. Ортаға таратайын. Ген диаграммасы деп аталады екен. Ақылдасып. Бүгін қандай сөйлемдерді өттім, ол сөйлемдерге не жатады екен, және оның ортақ қасиетін табамыз балалар. Жарайсыздар, сұңқар тобы бірінші бітті. Бұларда да дұрыс жазылған екен. Жақсы, қашеш жоқ екен. Бұларда дұрыс орындарды, бірақ сәл кешікті. Не қоямыз көне? Сәйкестендіру. Жалаң сөйлемге қайсы сөйлемді тұтады, жайылма сөйлемге қайсы сөйлемді тұтады. Ортақты сызбамен қосамыз. Жақсы. Жалын тобы бірінші орындағы шақырмамыз. Семантикалық картаны орындаймыз. Бұл жерде сөйлемдерді жалаң сөйлем және жайылма сөйлемге ажырата білу керек екен. Жақсы дұрыс орындапсыңдар. Болашақ тобы бірінші бітті. Екінші сұңқар тобымызды тексерейік. Бүгінгі сабағымыздың соңында мына жалаң сөйлем дегеніміз не болды сонда балалар? Неден тұрды жалаң сөйлемдер? Жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыш. Жайылма сөйлем бастауыш, баяндауыш және құрылаусыз мүшеден тұрады екен. Енді сабағымыздың соңында алдарында стикер тұр. Өздерің аты жөндеріңді жазып, аттарына жазыңдар. Және бүгінгі сабақ ұнады жақсы түсінсең, жақсы түсіндім, аздап түсіндім және түсінбедім деген өздерің ойларын жазыңдар. 114-ші беттегі 38-ші жаттығуды орындап келесіңдер және ережені пысықтаймыз. Жалаң сөйлем деген не, жайылма сөйлем дегеніміз не, сол ережені үйден жаттап, пысықтап келеді екенсіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Орнымыздан тұрайық.